Сөйтіп мен далаға шықтым және қайда барсам онда барайын, әйтеуір алға жүре беріп едім. Кенет басым айналып кетті. Ауыр соққыдан кейін миыма сотрясение алынған секілді. Солай жерге құлап, есімнен талып қалдым. Көзімді ашып айналама қарасам, кәдімгі қарапайым үйде жатқан секілдімін. Мені мына жерге кім әкелді? Меніне тағы ұрлап кетті ме? Және маған шамамен 8 жасар қыз қарап тұрды. Мама, бала есін жиды. Каннибал емессіңдер ме? Өтініш, мені жіберіңдерші. Бөлмеге әйел адам кірді. Мына қыздың анасы секілді. Сен ояндың ба? Бізден қорқудан қажет жоқ. Біз ешқандай каннибал немесе жаман адамдар емеспіз. Жай ғана қарапайым отбасымыз. Осындай зомбилер әлемінде тірі қалған. Өзіңді қалай сезініп тұрсың? Бәрі жақсы ма? Менің есімім Бека. Менің әйелім Пістегүл және қызымыз Элза. Кеттік, жүр, дастархан басына, тамақ жеп ал. Содан кейін бізге не болғанын айтып бересің. Солай мен дастархан басына қалай жеткенімді, қалай барғанымды білмей де қалдым. Қарным ашып тұр. Ыстық картоптың иісі мұрнымды жарып бара жатыр. Бізде ет жоқ, ренжіме, адамдарды жемейміз, деп бәрі күле бастады. Мен болсам ыңғайсызданып қалдым. Сен қар үстінде жаттың қозғалмастан, негізі өлексің бе деп ойлаған едім. Бірақ тыныс алып жатырғаныңды көріп, үйге алып кетейін деп шештім. Қауіпсіздік үшін тістелген жеріңді тексеріп едім, ешқай жерің тістелмеген екен. Содан кейін сен күні бойы жатып, міне қазір кешке оянып отырсың. Сенімен не болды? Көзің ісіп кетіпті ғой. Мен оларға басымнан өткен, не болған бәрін айтып бердім. Әкем мен анамнан қалай айырылғаным туралы. Аштықпен күресіп, өліктер арасында дүкенге барғаным туралы. Ақымақтығымнан үйімнің өртенуі. Адам жегіш адамдарды кездестіргенімді. Және олардан қалай қашып құтылғанымның бәрін айтып бердім. Осы бөлімдердің бәрі осы арнада бар. Егер көріп кетем десеңдер, көріп кетіңдер. Осы айтқанымды естіген әйел, осы жерде қала берсең болады, қызыңның ағасы боласың, ал бізге баламыздай болып кетесің. Иә, қандай жағдай болмасын өзің шешесің. Қалың келсе қал. Бірақ мен жалғыз жүріп үйреніп кеттім, сондықтан кеткенім дұрыс. Бүгін бір түн түнеп шығып, ертең кетейін. Жүр кетіп, мен сені өзімнің бөлмемен таныстырайын. Осы үйді қарастырып шығайық, кеттік. Содан кейін Элза маған өз бөлмесін көрсетті және отбасының суреттерін де көрсетті. Міне біздің отбасы. Ал мынау кім? Бұл Макс, менің інім ғой. Ол қайда қазір? Біз ол кезде тірі өлік вирусына сенбедік. Сол күні отбасымызбен далада серуендеп жүргенбіз. Бізден Макс артта қалып қалған еді. Кенет ол айқайлай түсті. Оны қалай тістегенін түсінбедік.
Осы кезде әкесі келіп, ұйқыға жатыңдар деді. Түнде мен келесі бөлмеде адамның жүрген дыбыстарын естідім. Ей, Эльза, кеше түнде арғы бөлмеден дыбыстар естідім. Біреудің жүрген дыбысы секілді. Бұл не нәрсе, айта аласың ба? Тышқандар ғой, мән берме. Ол жақ салқын емес па? Айтып тұрмын ғой тышқан деп, білетін шығармын мен. Тағы да бұл бөлмеден адамның жүрген дыбыстарын ести бастадым. Сөйтіп үйде үлкендер жоқтығын пайдаландым да есіктен сығалап ішінде не бар екен қарайын деп шештім. Ё-моё, мынау кім е? Мынау адам ба? Кішкентай бала ғой ма? Бұл кішкентай бала емес пе? Мына суық бөлмеде жалғыз өзі не істеп отыр? Сонда олар кішкентай балаларды күштеп ұстай ма? Ақырысы білдің бе сен? Айттым ғой саған, бұл есікке жақындама деп. Неге оны ұстап отырсыз? Ол жерде қатып қалады ғой. Бұл менің балам, және ол адам емес. Мен баламды далаға жібере алмаймын. Мен баламды қатты жақсы көремін. Ол адам емес, бірақ мен оны жақсы көрем ғой. Оны далаға жібере алмаймын, өтініш. Ол күні мен өте қатты қорқып жүрген болатынмын. Үйімізде өте керемет тұрып жатыр едік әкеміз екеуміз. Кенеттен біздің үйімізде екеумізден басқа біреу бар секілді көрінді. Оған дәлел айтатын болсам, мына менің үстімдегі вентиляциядан бір дыбыстар шығады, бір адамның демалғаны, және де осы вентиляциядан жүрген дыбыстар, тарсылдаған дыбыстар шығады. Солай мен әкеме ертесі күні сол вентиляцияның ішін тексерші деп айтамын. Әкем болса менің сөзімді жерге қалдырмай, сразу барып тексеруге көшті. Қазір мен құрал жабдықтарымды алып келейін, баламка отыра тұр осы жерде. Жақсы. Әкем солай кетіп қалды. Кенеттен вентиляция ішінен шыққан, маған қарап тұрған адамды көрдім. Ол адам маған жай қарап тұрған жоқ, күлімсіреп маған күліп тұрды. Мен түсінбей қалдым. Мен қорықтым, және де әкеме қатты білдірмеу үшін оған, және мынада менің байқап қалғанымды білмес үшін әкеме хат жазып берейін деп шештім. Солай қағазға әкеме вентиляцияда бір адам отырған жаздым да әкеме бердім. Әкем оны оқыды да маған сенбеді. Менің сөзімді жерге қалдырмастан полицияға хабарласып, мені далаға алып шықты. Арада 30 минут өткенде полициялар ішке кіріп кетті, және де 30 минуттан кейін әлгі адамды алып шықты. Ол шынымен де адам екен, ешқандай жын, шайтан емес. Ол адам біздің үйімізде қашаннан бері тұрып жатырған белгісіз. Біз әйеліміз екеуміз кішкентай қызымызбен бірге жаңа үйге көшіп келдік. Үй іші өте керемет және өте арзан бағаға алдық. Мен бақыттымын. Бірақ осы пәтерге келгеннен кейін қызымыз біртүрлі қылықтар шығарып өзгеріп кетті. Мысалы, ол түнде ойыншық ойнап отыруды шығарды. Бұл өте үрейлі болды. Содан кейін тығылыспақ ойнай беретін болды. Алғашында менімен ойнап жүрді, кейіннен өзімен өзі ойнайтын болды.
Ол біреуден тығылып қорқып жүрген секілді, және ол жалғыз қалғысы келмейді. Егер де жалғыз қалатын болса, үстел астына тығылып қалады. Арада 1 жыл өтті. Қызым болса әлі жаман әдеттерін қояр емес. Бір түні қызым өзімен өзі сөйлеп жатыр екен. Мен оянып кеттім де қызымнан сұрадым. Үрейленген дауыспен: "Қызым, сен кімге сөйлеп жатырсың?" деп сұрасам, "Анау терезеде отырған апай мені ұйықтатпайды." Терезеге қарасам, шынымен біреу тұр екен. Ол сыртқы терезеден бізге қарап тұр. Бірақ жо, мүмкін емес. Біз 8-ші қабаттамыз ғой. Ол әйел сонда қалай тұр? Бірақ мен оның түрін анық көріп тұрмын. Қызым кімнен қорқып жүргені енді белгілі болды.